Бұл ауыл үшін тынымсыз еңбек етіп жүрген, өзі қарапайым, жүрегі кең, жомарт ағамыз Абдрахманов Қанат Сәкенұлының өмір тарихына үңілеміз. Біз қарапайым еңбегімен ел құрметіне бөленіп жүрген Қанат ағамызбен сұхбаттасуға кеттік. Өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. 1960 жыл 1 январда Сарқан таудың Бақалы совхозына дүниеге келдім. 77 жыл мектеп бітірдім. 78-80 армия қатарында болдым Белорусияда. Одан кейін Совет техникум бітірдім. 81-82 жылы Совет институтқа түстім, 87 жылы бітірдім. Сол мамандығым зоотехник. Сонымен Бақалы ауылында 96 жылға дейін қызмет жасадым зоотехникте. 96 жылы Ақсаудан Шарсу поселкеге көшіп келдік. Әлі частный ИПа. Соны ашып, шөлін автозаправка станция салдық. Сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Одан егін шаруашылығымен айналысамыз, мал шаруашылығымен айналысамыз. Қарамында бір 20 шақты адам бар. Соларға жұмыс тауып беріп, солардың жағдайларын жасап жатырмыз. Өзіміз де солардың арқасында пайда тауып жатырмыз. Сондай жағдай. Ауылға жасалған нақты көмектеріңіз туралы айтып берсеңіз. Енді ауылға көп көмек жасап отырсыз, соның ішінде айтып өтсек, мына ауылға шырша егу жағдайымыз. Қазір шыршалар егіп жатыр поселкеға. Соның текелден барып, Қали Тахмешевич екеуміз барып, көріп, қазып алып кетіп, осы өнердің алдына паркте сол отырдық. Сондан кейін ауылдың адамдарына көмек сұраған адамдар көмектерін беріп жатырмыз. Енді жағдайын көреміз енді ауылдың ішіне жүргеннен кейін. Соларға көмектесеміз. Сіз үшін жақсылық деген не? Мен үшін жақсылық деген әр адамға бір қолында кезек қамқор болса, сол адам жақсы жағдайын қарап, түсініп, мұқтаж адамдарға көмек беру, ешкімді алдамай, таза еңбек ету. Үшін айтқанда жанындағы жүрген адамдар қамқор болып, соларға қол ұшын тигізген жақсылық деген сол. Аға, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға көмектесуге не себеп болды? Енді себеп болғанда өзімнің бір немді айтайын, өзімнің малшым бар, жылқышым Ерлан деген. Соған өзі 5 баласы бар. Жаңа жас семья. Соған осы фирма көрсеткен дәу үй алып бердім. 5 комнатный үй, моншасы бар, қонақжайы бар. Жақсы үй алып бердім. Содан кейін күзінде сол жаяу жүрмесін балаларға мәші алып бердім. Жұмысына жылқыға барып тұрсын, ауылға кетіп тұрсын деп, адымға барып тұрсын деп. Сондай жақсылықтарым бар, өз қасында жүрген адамдарына. Сіз Абдрахманов Қанат ағамызды қашаннан бері танисыз? Абдрахман Қанат ағамызды осы 1999 жылы осы ауданға ветеринария саласы бойынша келген. Сол кезден бастап танимын Қанат ағамызды. Қанат ағамыз ол кезде шағын кәсіпкер болған, қазір міне ауданның құрметті азаматы. Ауданның экономикасының өсіп өркендеу саласы бойынша үлкен үлес қосып отыр ол кісі. Ол кісі өзінің мамандығының шебері десем болады. Олай деп айтатыным, қазір мына жанар жағармай станциясы бекетін ұстап отыр. Ауданның шаруа қожалықтарын, аудандағы жаңағы ірі автозаправка дейміз ғой, соны ұстап қамтамасыз етіп отыр. Мал шаруашылығымен айналысады, егін шаруашылығымен айналысады, ауыл шаруашылығы саласының бар саласын игеріп отыр ол кісі. Қарапайым бола тұра үлкен істерге себепші бар адам, ол нағыз адам. Ауыл тіршілігінің күре тамыры осындай жүрегі кең адамдарға байланысты.